Сәлем достар. Мен бүгін сіздерге қалай ютубтағы видеолардың описаниясына кіруді үйрететін боламын. Ал ендеше кеттік достар. Міне мынау менің өз видеом. Осы адамның өз видеосында да описаниясын көруге болады. Міне мысалға мынандай. Астында жазылу тұрады ғой. Төбеге деген саусақтың смайлигі тұр. Айтып жатқан Жанболат жақша ішінде өнер қырандары. Ссылка описанияда. Енді осы ссылканы сіздер табылмай отырсаңыздар, басқада бір арнада болсын ссылка дегенге, осының қасындағы міне астыға деген стрелканы көріп тұрған шығарсыздар. Соны былай басып жібереміз, сол кезде описание деп шығады. Описание. Я, досым, сен описанияға кірдің. Инстаграмға ссылка. Осы видео Инстаграмнан алынған. Ал егер кім бұл видеоны көрмеген болса, сол көрсін деп ссылкасын қалдырдым. Ол ссылканың үстінен баса салады и Инстаграмға кіреді. Достар, енді осы үш бұрыш төменге қараған меңзер деп атайды қазақша. Стрелканы соның қай жерде тұрғанын нақтырақ көрсетіп жіберейін. Міне достар, мен галереяға скриншоттап осы стрелкамен көрсетіп қойдым. Шеңбердің ішінде тұр. Стрелканың басы төмен қарай қараған, соны басып жіберіп өтесіздер. Осыны алға жылжытып көрулеріңізге болады. Достар, осымен менің видеом аяқталды. Сіздерге көп көмегі тиеді деп ойлаймын. Осындай видеоларымның. Аман, сау болыңыздар.